Қазақстан түрмелеріндегі жазасын өтеп жатқан нәзік жандылардың жағдайы қалай? Бұл Шымкент қаласындағы иш 167-4 мекемесі. Назасында арының жазасында көмбеге көмген қылмыскер әйелдердің бүгіні. Неправда, не соображала. Қу тірлікте аяғын жаза басып, ашу үстінде адам өлтірген келіншектердің басты арманы. Әнші ол. Группаластарым менің Жұлдыз Қайрат Нұртастың әйелі, Салтанат Бақаева. Шымкенттегі иш 167-4 түзету колониясы. 510 орындық абақта 20 мен 70 жас аралығында қыз келіншектер тыныс тіршілігі. Бірер секундтан соң. Айдос Игіліков Қайратұлы. Ұял телефон, күміс әшекей, басы артық заттар бәрі кіре беріс есікте қалады. Қойын дәптермен қаламма дейін жете тексеріп шықты. Көнбеске шара жоқ, өйткені бұл жердің тәртібі өте қатал. Бұл Шымкент қаласындағы иш 167-4 мекемесі. Кірудің өз оңай емес. Сұсты күзетшілердің сүзгісінен кейін ғана темір тордың ішіне аяқ басасың. Әрбір тұрғаның, жүргенің барлығы бақылауда. Шымкенттегі түзету мекемесі республика бойынша қатаң режимдегі жалғыз абақтан. Мұндағы сотталғандардың дені 20 мен 70 жас аралығындағы қыз келіншектер. Абақтыдан алшақтау кездесу бұйырса, биязы қыз келіншектерді қылмыскер деп ойламаушы едің. Дегенмен бұл ақиқат һәм шындық. Бұлардың бірі алаяқ, екінші бірі есірткімен айналысқан, енді бірі қанды қол кісі өлтіруші. Назасында, арының қазасында көмбеге көміп тастаған қылмыскер әйелдер бұлар. Тірлікте тура жолдан тайғанда, ашу үстінде адам өлтіріп, кең дүниені тар қапасқа алмастырған да кездесет мұнда. Оксананың жасы 39-да, Өскемен қаласының тумасы, бір қыздың анасы. Сәбиінің суретін жанынан бір ел тастаған емес, құшағына қолыншағын емес, құр керуетті құшуда. Бүкіл арманы өзімен бірге абақтыға қамалды. По наркотикам дали. Вот. Имелся на тот момент у меня малолетний ребенок. Вот. 10 лет мне дали. Ну, так как я наркоманка, зависящая была. Так как, чтобы заработать себе на наркотики, я сбывала наркотики, чтобы себе на дозу заработать таким образом. Вот. Или кому-то брала, чтобы с ними уколоться. Вот таким образом я зарабатывала себе. Есірткіге әуестігі әдемі келіншектің тағдырының тас талқанын шығарды. Айтуынша араласқан ортасы анашаға әуестігі болған. 2017 жылдың 18 сәуірінде зиянкес өсімдікті сату барысында ұсталды. Сәуірден бастап тәуір өмірімен қоштасқан. Мы думаем только, чтобы нам заработать на дозу. Больше мы ничего не думаем. Правда, на тот момент. Знаете, все, конечно, здесь сидишь, задумываешься об этом, всю свою жизнь переворачиваешь как пленку. Задумываешься, что много совершил. Как бы надо с детьми рядом быть, с мамой, с родителями, с близкими. Конечно. Но уже как бы это не вернул, уже сделал это. Ну, все равно молишься, просишь прощения у родных, у близких. Они тоже настрадались в свое время. Бірақ бұл қылмысқа қасақана бармағанын айтады. Күйзеліске ұшырап, нәпсі құмарлықпен жасалған қателік оны 10 жылға бас бостандығынан айырды. Енді өз қолымен істегенін мойнымен көтеріп туған туыс қызынан жырақта жазасын өтеуде. Бостандықта қалған жалғыз бөбегіне деген сағынышын сөресіндегі түрлі түсті сурет арқылы басудан басқа амал жоқ. Если заново бы вернуть время, я бы совершенно по-другому бы устроилась бы куда-нибудь на работу бы. Вот. И рядом лучше хлеб с солью, но зато дома быть. И мы страдаем, а самое большее страдают родные. Матеря, отцы, дети. Самое больше страдают они.
Мақпалдың да көкірегі ащы өкініш пен өксікке толы. Балаларымен телефон арқылы сөйлесе еріксіз егіледі. Ойланбай жасаған әрекетінің салдарынан қос ұлы анасының жылы алақанынан айырылды. Жеткеннен де есе адам бір жетіп тұрса, бәрін етіп тұрса, бұл қылмысқа бармайды деп ойлаймын негізі. Сол себептен енді екі баламды өсіріп, ешкімнің кемқор қалдырмас үшін, әкемді емдету үшін осы қылмысқа бардым. Мен бұл үшін, конечно, әрине өкінеміз. Қылмыс енді бәрі. Иә. Жалғыз басты келіншекке тағылған айып алаяқтық. Шығыстың қызы заңсыз тендер ұйымдастырып арам ақшаны қалтаға басқан. Тұрмысын түзеуді көксеген экс-мемлекеттік қызметкер ардың ала жібін аттап, темір тордың ар жағынан бірақ шықты. Арманы адырам қалды. Қазіргі мақсатым осы жерден аман сен отбасыма оралып, екі баламның қасына барып, экономист деген, например, мен бухгалтер, ол менің жұмысым емес екен. Менің табиғатым, менің бәрім уже өнер адамына, өз кішкентайымнан өнерге жақын болғандықтан, сол өнер адам, сол арғада енді өзімнің армандарым бар, арғада орындайтын ше. Соларға арманыма жетсем екен деп ойлаймын тезірек. Бала кезден арманым мен негізі өнер адамы болу еді, әнші болу өзім. Сол арман қуалап, арман Алматыға келіп, сол жүрген қатысып, арғата жұмыс істеп, сол өнермен айналсам деп ойлаған, бірақ сол өнерде оқу жүрген кезімнен сол күйеуге шығып кеттім да ерте, алып қашып кетті да, содан уже баламен одан кейін отырып қалдым. Мақпал өнердің қара шаңырағы аталған Темірбек Жүргенов атындағы академияның түлегі. Сөзінше группаластарын мұқым ел таниды, тіпті Қайрат Нұртастың келіншегімен құрбы болғанын да айтып қалды. Группаластарым менің Жұлдыз, Қайрат Нұртастың әйелі, Салтанат Бақаева, Кәмшат Жолдыбаева, мен өзімнің көршім. Өнер адамына Асан Пердешті жақсы танимын. Ол кісімен даже бірге ән айтқан күндерімде болған. Енді оның бәрі өткен шақ. Келіншектің қазіргі арманы біреу, жазасын өтеп болып өз өмірі жайлы бейнебаян түсірем дейді. Осы екі өмірді, бүкіл осы уақытқа дейін көрген өмірімді бәрін бір клипқа сыйдырып, бір өлең шығарсам ба деген арманым бар. Осы тергеу несінде болған, изоляторында болған кезінде Талдықорған қаласында болдым, Алматы облысында. Талдықорған қаласында болдым. Сол кезде сол екі-үш сезон қазіргі тергеу несі ғой, соның изоляторын көрдім. Мысалы, бірінші жауғашыны көрдім, екінші осы өмірді көрдім. Осының бәрін бір өзімнің бір арманым бар, құрап атқан негізі. Кішкене өзімнің ән шығаратында өзімнің дарыным бар. Бұл абақтыда 200-ден астам әйел жазасын өтеп жатыр. Олардың тіршілігі мен тәртібін 128 бақылау камерасы көрсетіп тұр. Дені Мақпал секілді алаяқтықпен ұсталғандар. Адамдарды алдап, арбап, ақша, мүлік, басқа да құнды заттарды жымқыратындардың көбі. Тұрмыстың тауқыметінен қылмысқа баратындар да осы әйелдер дейді мамандар. Қолында кісі қаны қалғандар қаншама. Кісі өлтіру бап бойынша, одан кейін алаяқтық 190-шы бап қой Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің. Осындай баптармен жазасын өтеуде сотталған азаматшалар. Әйел азаматшасы енді мінез құлқына қарай, басқа жағына қарай, өздеріңіз білесіздер, әйел адам тез ашуланады, неге ашуға тез бейім, қылмыстың өзі де жаңағы ауыр қылмыс болғандықтан табиғи тұрғыдан алсақ та, ол әйел азаматшасымен жұмыс істеу енді өте қиындау. Ана әйел мекеме басшысы саналатын Айнұр Әділбекова бүкіл өмірін осы салаға арнаған. Жұмыс күні темір торды аралап шығумен басталады. Тіпті сотталушылардың киген киіммен қоса ішер асына дейін жете қадағалайды. Сол бұйрық бойынша тиісті емдеу бөлімінің қызметкерлері, кезекші бөлім барлығы шығып қабылдап алады. Егерде жаңағы сапасы бойынша дұрыс болмаған жағдайда акт түзіп кері қарай қайтарамыз. Абақтыда отырған әйелдердің 4-тен бірі ақылы жұмыспен қамтылған, киім-кешектіге, тұрмыста қажетті бағалы бұйымдар жасайды және колонияда жатқан тағдырластарына тағам әзірлейді. Дәл қазір сәтте иш 167-4 мекемесінің ас даярлайтын
бөлмесіндеміз. Бұл жақта жазасын өтеушіге арнайы тағам дайындап жатыр. Айтыңызшы, сіздің жасаған тағамдарыңызды жазасын өтеушілер ұнатады ма? Көбінесе қандай тағамдарды қалайды? Осы күнге дейін біздің тамақтарымызда ешқандай не түскен жоқ, жалбы түскен жоқ, дұрыс емес, дәмді емес дегенде ұнатады бәрі. Бізде көбінесе түзету мекемелерінің енді фильмнен болсын, сырттай көрген кезде бір быламық сияқты бір тамақты дұрыс бермейді деген әңгіме болады. Сіз осыған байланысты жеке ойыңыз? Мен бұрындағыны білмеймін, мен осы жақта старший повармын. Содан бері бланк или бір нәрсе деген ондай бізде ешқашан болған жоқ. Өзіміз де осы тамақты жеп отқасын, біз уже орыстар айтқандай с душой готовим. Өздеріңіз көріп тұрғандай, қазір нанның да дәмін көрмекшімін. Анжелина ханымға рахмет сізге. Өте дәмді екен. Түзету мекемесіндегі анау қауіпті пышақтар тұратын, міне көріп тұрсыздар ғой. Дәл осы пышақтарды аспазшылар, жазасын өтеушілер міндетті түрде тапсырады. Әрқайсысының өзінің белгілі бір белгіленген номері бар. Міне күн сайын азанда қолданған уақыты мен кешкісін өткізер шағында міндетті түрде осы журналға тіркеледі, қателеспесем. Да, расписывается. Мы берем ножи, они расписываются и сдаем также в администрацию. Администрация полностью это все фиксирует. Время полностью заполняем. Сдача, принятие, все полностью у нас фиксируется. А кейбір кездер жоғалтып алған, иногда потеря будет у вас или не будет такого? Ножей? Да? Нет. У нас, я 3 года работаю здесь, ни разу такого не было. Аяушылық танытып ақтағанымызбен олардың әрекетін жақтауға келмейді. Қаншама айы мен күнін, күзі мен көктемін темір торға матағандар аз емес өмірде. Осыдан бірнеше жыл бұрын қоғамды дүр сілкіндірген оқиғаны мысалға келтірейік. Осы түзету колониясында ауру ұлына ем іздеп 3 адамды тапсырыспен өлтірген өскемендік киллер әйел отырғанын білдік. Сот оны 28 жылға бас бостандығынан айырған болатын. Жаңылмайтын жақ, сүрінбейтін тұяқ жоқ. Шын өкініп тәубесіне келсе мейірімі шексіз. Аллах тағала пенденің біліп, білмей істеген бар кінәсін кешіреді дейді дін өкілдері. Бір адам күнә жасап қойған болып, күнәсін шынымен тастап артқа қайтатын болса, онысы тәубе болады. Мысалға дейік, тәубенің 3 шарты бар дедік қой. Күнәнің күнәлі іс екендігі мойындай отыра. Бұл лас істерден дұрыс емес болды деуі, мойындауы. Екінші, бұл күнәға өкінуі, үшінші қайтадан қайталамаймын деп тастауы тәубе болады. Шалыспас тәубесіне келтіретіндер өздері секілді әйел азаматтары. Таңның атысы, күннің батысы сотталғандардың жанында болып, жазаның орындалуын қадағалайды. Мекеме басшысы жеке өмірін екінші орынға сырып қойған сыңайлы. Бәрібір енді қылмыс деген әйелмен жұмыс істеу, оны кейде ол азаматшалардың жан ішіндегі дүниесін тыңдамасаң да болмайды. Оны мынау психологиялық тұрғыда көмек көрсетеміз біз. Тәрбиелік мәні бар іс-шаралар жүргіземіз. Бұл жерде көп мерекелік іс-шараларды өткіземіз. Жаңағы психологтарымыз бар, өзіміздің қазіргі таңда 2 әйел азаматша психолог мамандарымыз жұмыс жасайды. Енді өзіміз таңдап алдық қой осы жұмысты. Сол себептен оған ешқандай біз сыртқа барып, бұл жерде көрсеткен бір мінезімізді өзгертіп, болмаса біреумен сырттағы біреумен ұрысып келіп, бұл кісілерге ол мінезді көрсету ондай жоқ. Шымшытырық кино немесе театр қойылымдарының бейнелеуінде түрмедегі өмір тым тартымсыз. Әрі адам баласы үшін қорқынышты. Қатал бақылаушылар мен тарғапастағы әйелдерді сахналағанда үрке қарайтынымыз жасырын емес. Шымкенттегі жағдайды көрдіңіздер, бәлки картиналарда гипербола қолданған болар. Психолог инспектордың алдында отырмын. Бұл кісі осыған дейін қаншама жазасын өтеушілермен жеке психологиялық тесттен өтетін болады. Арнайы өзінің тәсілі бар. Сондықтан бізге қазір ұсынған тәсілі түстерді таңдау арқылы менің қандай азамат екенімді, қандай мүмкін психологиялық ауытқуым бар ма, мүмкін менің басқа да бір кем тұстарым болса, психолог ханым айтып беретін болады. Қазір көреміз бірге жауабын. Личностные 3 – это в пределах допустимой нормы, уровень тревожности ситуативный тоже нормальный.
Можно, У вас, Нормально. у вас хорошие показатели, хорошие результаты. То есть у вас хорошие... Если у вас будет плохо, то у вас здесь картинка будет совершенно другая. Тут, в общем, у вас будет повышенный уровень тревожности, то есть и как бы вы цвета расставите абсолютно по-другому. Жалпы адамды тура жолға салу оңай іс емес. Жүйкесі сыр берген жазасын өтеушілерден бастап, оларға тәрбие жұмысын жүргізіп отырған қызметкерге де психологтың көмегіне зәру. Ортаның психологиялық ахуалының өзі ауыр. Мәселен, адам өлтірген әйелдердің мінезі тұйық, ал бөтеннің мүлкін ұрлағандардың табиғаты дау-дамай тудыруға бейім келеді дейді мамандар. Ал мұндағылардың көбі депрессияның шырмауында қиналады екен. И методы. То есть мы им и показываем, где-то мы используем книготерапию, то есть мы обсуждаем то же самое элементарную художественную литературу. Мы проводим игротерапию на снятие эмоционального напряжения. Допустим, сегодня мы провели тренинг с ними по снятию эмоционального напряжения осужденным. Понравилось всем. Ал бұл әйелдер колониясындағы тігін шеберханасы. Жазасын өтеуші қыз-келіншектер тапсырыспен киім-кешек тігеді. Олар еңбегіне қарай нәпақа тауып, жеке адамдар алдындағы қарыздарын әупірімдеп өтеуде. Көбі тілдесуге құлық танытпайды. Тек Гүлнар есімді елуге таяп қалған әйел камерадан қымсынған жоқ. Зарплата так устраивает пока. Слава Богу, живем здесь. Все-таки мы женщины, нам не хватает свободы. Қазіргі сәтте сотталғандардың қалыпты өмірге бейімдеу мемлекеттің басты миссиясының бірі. А бұл мекемеде әйелдердің 4-тен 1-і тұрақты жұмыспен қамтылған, тіршілігі мен тәртібінің түзелуі үшін түрлі жобалар да қолға алыныпты. Шынтуайтында әйелдердің түрмеде отыруы қоғам үшін үлкен қасірет. Статистиканы сөйлетер болсақ, еліміздегі әйелдерге арналған түзету мекемелерінде 4000-ға жуық нәзік жандылар жазасын өтеуде. Ал Қырғызстан мен Тәжікстаннан 4 есе көп. Қазақ әйелдердің мұншалықты қылмысқа баруына не себеп? Жұқарған жүйке ме, адамдықтан ажырау ма, тұрмыстың тарлығы ма, әлде рухани күйреу ме? Сұрақ көп. Түрмені 90 немесе 900 рет тінтіп шықсаң да жауап таба алмайсың. Әсілі адамдар еш нәрсені бағалай білмейміз, бостандықтың қадірін ұқпаймыз. Тек қолымыздан сусып шыққанда ғана әттеген айға басамыз. Ал темір тордағылар бостандықтың бағасын мәңгі ұғынады.